Құрметті кітап оқырманым, Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» шығармасы туралы білуші ме едіңіз? Ильяс Жансүгіров қазақ әдебиетінің аса көрнекті ақындарының бірі. Оның шығармашылығы қазақ поэзиясын жаңа деңгейге көтерді. Ұлттық болмыс пен тарихи шындықты бейнелеуге ерекше үлес қосты. Мен өткен шортадай шопылдата қауқары сүйермедім. Арқа даласы өзінің кеңдігімен және сұлу табиғатымен ерекшеленеді. Әр мезгілі өзінше құбылған бұл өлке еркіндікпен сұлулықтың айнасы. Осына ұлы далада табиғат пен адам үйлесін тапқандай, осы сұлулықтың ортасында атақты сал сері, ақан сері өмір сүрді. Оның жанына серік, көңіліне қанат болған астындағы тұлпары құлагері. Арқан жеріндегі сағынайдың астына мыңдаған халық жиналады. Ақан сері осы асқа өзінің тұлпары құлагерді де алып келеді. Сондай-ақ бұл жиынға Батыраш та өзінің жүйрігін алып келеді. Бірақ Батыраш құлагерге іштей зұлымды ойлайды. Сонымен көнбе ашылып, мұн іші жылқы жер қайыстыра шапты. Қалың шаңның арасында оқтай суырылып шығып алда құлагер көрінді. Бірақ жыландының жырасында оны ажал күтіп тұреді. Батыраштың адамы тығылып тұрып, құлагердің басынан айбалтамен ұрып құлатады. Жыра ішінде өліп жатқан тұлпарын көргенде Ақанның жан дүниесі астан-кестен болды. Ақан сері қолына домбырасын алып, өзінің айнымас серігі құлагерге арнап аттың азалы әнін шығарады.